демек алгоритмі қандай болу керек? Ең бірінші кезекте біз кенені теріден алуымыз керек. Ол үшін бізге пинцет қажет болады. Сол пинцетпен терінің қабатоғына жақын аймақта кенені қысып ұстап, өзінің осінде айналдыру арқылы теріден алып тастау керекпіз. Ешқандай жағдайда бізде кенені денесінен ұстауға болмайды. Ол кезде бізде кененің денесінің бөліктері теріде қалып кетіп, қоздырғышты ары қарай ағзамызға тасымалдау қаупі өте жоғары болады. Екінші кезекте біз терідегі кене шаққан орынды жылы сумен және де жұмсақ сабынмен жууымыз керек. Үшінші кезекте бізде терідегі кене шаққан орынды міндетті түрде антисептикалық сұйықтармен өңдеу керек. Оларға бізде сутегінің асқын тотығы және де йод жатады. Кене шаққан орынды бізде спиртпен өңдеуге болмайды, себебі ол кезде инфекция терең қабаттарға дейін таралып кетуі әбден мүмкін. Төртінші кезекте бізде ағзамызда болып жатқан аурудың симптомдарына мән беру керекпіз. Егер де ағзамызда қарапайым тұмаудың симптомдары не болмаса қызба және де бөртпелер шығатын болса, терімізге міндетті түрде дәрігердің толық қарауынан өту керекпіз. Себебі бізде кене